Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстанның мәдени өмірі. Жаңа сөздерді қайталап өтейік. Қойылым, ұйымдастырушы, өнер қайраткерлері, танылды, сомдау, шеберлігі, биік белес, қалыптасты, тарихи шығарма, үрмелі аспап. Мәтінді қайтадан оқып шығайық. Қазақстанның мәдени өмірі алуан түрлі. 1926 жылы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театры алғаш қойылым көрсетті. Театрды алғаш ұйымдастырушы Шанин, драматург жазушы Мұхтар Әуезов, әртістер Әміре Қашаубаев, Қожамқұлов, Шәкен Айманов және тағы да басқа қазақтың өнер қайраткерлері. Театрда алғаш қойылған спектакль Кемеңгерұлының Алтын сақина пьесасы. Жантөрин, Ноғайбаев, Әшімов, Жаманқұлов, Реймова және тағы да басқа әртістер шеберлігімен елге танылды. Олардың образды сомдауы, ойнау шеберлігі театрды биік белестерге көтерді. Елімізде Тоқпанов, Мәмбетов, Хаджиевтердің режиссерлік мектебі қалыптасты. 1990 жылдары Байсеркеновтің Абылай ханның ақырғы күндері, Атабаевтың Абылай хан тарихи шығармалары қойылды. Алматыдағы Абай атындағы опера және балет театры 1933 жылы ашылды. Содан бері оның сахнасында қазақтың өнер қайраткерлері көрермендерге қуаныш сыйлап келеді. Бүгінгі таңда опера әншілері Нұржамал Үсенбаева, Байсұлтанов, Баспақова, Мұхамедқызы, Ишановалар өнер көрсетуде. 2001 жылы қазақтың елордасы Астана қаласында Күләш Байсейітова атындағы ұлттық опера және балет театры ашылды. Қазақтың музыка өнерде жақсы дамуда. Жамбыл атындағы мемлекеттік филармония Алматы қаласында орналасқан. Оның құрамында отырар сазы, фольклорлық этнографиялық ансамблі, симфониялық оркестр, хор капелласы, камералық оркестр, үрме аспаптар оркестрі жұмыс істейді. Пианист Жәния Әубәкірова француздың өнер орденімен марапатталған. Скрипкашы Айман Мұсахаджаева әлем әртісі жоғары атағын жеңіп алған. Эстрада жанрында Роза Рымбаева, Нағима Есқалиева, Мақпал Жүнісова, Қарақат Әбілдина, Алтынай Жорабаева және тағы да басқа әншілер халыққа өнер көрсетуде. 8-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, сөйлемді толықтыр. 1-ші сөйлем. Мәтінде қандай театр туралы айтылады? Қуыршақ театры, драма театры, жасөспірімдер театры, диқаншылар театры. 2-ші сұрақ. Театрды ұйымдастырушылардың бірі кім? Адамбаева, Асқарқызы, Шанин, Мұхамедқызы. 3-ші сұрақ. Сөйлем. Ұлттық опера және балет театры Күләш Байсейітованың атында, Нұржамал Үсенбаеваның атында, Роза Бағланованың атында, Бекен Риманованың атында. 4-ші сұрақ. Алматы қаласында орналасқан қандай театр? 1-ші Сәкен Сейфуллин атындағы драма театры, үрмелі оркестр театры, Жамбыл атындағы мемлекеттік филармония, 4-ші Жаяу Мұса атындағы театр. 5-ші сұрақ. Мұхтар Әуезов атындағы театрда алғаш қойылған спектакль Қыз жібек, Алтын сақина, Біржан Сара, Еңлік кебек. 6-шы. Өз мектебі қалыптасқан режиссерлердің бірі Мәметов, Майлин, Жүнісова, Рымбаева. Берілген нұсқаларды таңдап, сөйлемдерді толықтырамыз. Дескриптор кестесіне назар аударайық. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қояды. 2 балл.
Жазылым тапсырмасы 9-шы тапсырма. Сөйлемдердегі бос орындарды төмендегі сөздермен толықтыр. Қажетті сөздер: биік белестеріне, өнер қайраткерлері, сомдады, ұйымдастырушылар, қойылым, шеберлері. Бірінші сөйлем. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театры 1926 жылы алғаш рет не көрсетті? Қажетті сөзден жазамыз. Екінші сөйлем. Театрды алғаш, қажетті сөзді жазамыз. Драматург, жазушылар, әйгілі әртістер, режиссерлер болды. Үшінші сөйлем. Олардың ішінде қажетті сөзді қоямыз. Шанин, Мұхтар Әуезов, Қашаубаев, Қожамқұлов, Аймановтар бар. Төртінші сөйлем. Олар қазақ мәдениеті мен өнерінің, қажетті сөзді қоямыз. Болды. Бесінші сөйлем. Олар өнердің несіне шықты? Қажетті сөзді қоямыз. Алтыншы сөйлем. Театр әртістері образды шебер не істеді? Қажетті сөзді қоямыз. Дескриптор сөйлемдерді жазады, 1 балл, көп нүктенің орнына керекті сөздерді қояды, 3 балл, жазу сауаттылығын сақтайды, 1 балл. Қазақстанның мәдени өмірі тақырыбында диалог құр. Дескриптор диалог құрады, 2 балл, сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтайды, 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.